Шайтанның қамытына жегілмеңіз. Бұл күнәһар дүниенің өмір сүру салтын үлгі етпеңдер. Қайта ой тілектерің Құдайдың жаңартуымен түбегейлі өзгерсін. Римдіктерге арналған хат 12 тарау 2 аят. Шайтан әлемнің бүкіл жымперлерін жинап алып, оларға былай депті: Құдаймен тығыз байланыста жүрген мәсіхшілерге біздің билігіміз жүрмейді. Сондықтан сендер былай істеңдер. Біріншісі, олардың назарын мағынасыз нәрселерге аударып, солармен қарбалас етіңдер. Екіншісі, ақшаны ретсіз жұмсап, қарызға батырыңдар. Үшінші, олардың өмірлерін мәнсіз қылу үшін ұзақ уақыт жұмыс істеуге мәжбүр етіңдер. Төртінші, отбасылармен бірге уақыт өткізуге жол бермеңдер. Осылай үйлерінде араздық пайда болғанда, олар тыныға алмайтын болады. Бесінші, теледидар мен компьютер арқылы олардың ой саналарын пайдасыз нәрселерге ынталандырыңдар. Сонда олар Құдайдың айтып тұрғанын тыңдай алмайтын болады. Алтыншы, олардың үстелдеріне үнемі журналдар мен газеттер үйіліп жатсын. Сонда олардың киелі кітапты оқуға уақыттары болмайды. Жетінші, олардың электрондық почта жәшіктеріне тез байып кету жайындағы әртүрлі жарнамаларға толтырыңдар. Оларды дүние мүлікке қызықтырыңдар. Сегізінші, теледидар мен жануарлардан әдемі әрі сәнқұмар адамдар неғұрлым көбірек көрінсе, сонда мәсіхшілер адамдардың сыртқы пішініне ғана қарауға әуес болады. Өздерінің және жұбайларының түріне қанағаттанбайтын болсын. Тоғызыншы, ерлі зайыптылар жыныстық қатынастан шаршап, ләззатты басқа жерден іздесін. Оныншы, Исаның туған күні мен құтқарылу мейрамының негізгі мағынасы жоққа шығарылсын. Мәсіхшілер сыйлық алуға ғана қызығатын болсын. 11. Олардың назары мәңгілік мағынасы бар мақсаттарында емес, өздеріне игі болып көрінген мақсаттарға ауыссын. 12. Мәсіхшілердің ой санасында өзім-ақ күн көре аламын деген ұғымды қалыптастырыңдар. Олар Құдайдың құдіретін елемей, өз күшіне ғана жүгініп, күн көретін болсын. Осының барлығының нәтижелі болады, көресіңдер. Енді қарбаластық пен табысты болудың арасындағы айырмашылықты білдіңіз бе? Кейбір жағдайларда қарбалас деген шайтанның қамытының астында болуды білдіреді. Сіз азатсыз. Қайтадан құлдықтың қамытын кимеңіз.